Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгінгі мастер-классымда тырнақ құрағын тігетін боламыз. Бұл құрақты тігу үшін бізге ХБ мата керек. Мен бөз матасын алдым, 22-22 см. Және бізге королевский барқыт матасы керек. Ұзын лента тағылып қиып аласыздар оны. Мендегі қызыл мата ол атлас матасы. Астына флизелін жабыстырып шықтым, қатты болсын деп. Бөз матамызға дәл осылай мен сызғандай сызып шығыңыздар. Осы сызықтардың көмегімен тігіп шығатын боламыз. 5-5 сантиметрлік атлас матамызды бөз матамыздың ортасына қойып, айналдырып тігіп шығамыз шетін. Осылай 4 шетін тігіп болған соң, лапканы айналдырып, артқа қарай жылжимыз. Келесі екінші қатар осылай көк матамызды қойып, біреуін тігіп аламыз және артқа жылжып, көк матаны ашып және көк мата қоямыз. Дәл солай 4 жағында тігіп шығамыз. Тігіп жатқанда бөз матамызға сызған сызықтарды қолданамыз. Матаның бұрыштары мен сызған сызықтарымыз ұштасу керек. Тігіп жатқанда жіпті үзбей артқа жылжып тігіңіздер. Жұмысыңыз сапалы шығады, әрі тез шығады. Екінші қатарымызды тігіп болған соң, қызыл матамызды алып, сызықтың бойымен бірдей етіп қойып бұрышын. Көк матаның қосылған жерін, яғни бұрышын белгілеп тауып аласыздар және соның үстінен сызық жүргізіп тігесіздер. Бірінші бұрышымызды тіктік, енді келесі бұрышымызды тігеміз. Дәл осылай, оны да осылай қойып, сызықтың бойымен қойып, екі көк матаның қосылған жерін қолмен ұстап көріп, белгілеп аласыздар, өзі қолға ұстаса білінеді. Дәл солай қалған екі бұрышымызды да тігіп шығамыз. Үшінші қатарымыз дайын болды. Енді көк матамызды қойып, төртінші қатарды тігіп бастаймыз. Негізі бұл құрақты ақшыл түстен тіккен әдемі көрінеді. Көк түсті матаның орнына ақ матаны алғанда тіпті әдемі көрінетін еді. Мен сіздер үшін, видеоға түсіру үшін осындай темный түсті мата алдым. Ол енді сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай өзіңізге ұнаған түсті алып тіге бересіздер. Төртінші қатарымыз осындай айналдырып 4 жағында тігіп шығамыз. Қызыл матамызды қою үшін осылай шамалы артқа қарай жылжып тігіңіздер. Қызыл матаның орнына жетіп алу үшін қызыл матамызды қойып, дәл жаңағыдай бұрышын тауып аламыз және үстіне сызық түсіріп тігіп шығамыз. Енді бұл қызыл бұрыштар ашылып кете береді. Екінші бұрыштың матасын қойып, соған жеткенше тігіп аламыз. Содан соң қызыл матамызды тігеміз.
Өз матамыз таусылғанша осылай айналдырып тігіп кете береміз. Қатарларымызды тігіп болған соң, өз матамыз бен барқыт матамызды шетін қосып тігіп шығамыз. Осылай айналдырып 4 шетінде қосып тігеміз. Артық шеттерін осылай қиып тастаймыз. Өз ойымдағыдай құрақ пайда болды. Осы видеоға қарап, тігіп көріңіздер, дәл осылай шығады. Құрағымыздың астары да үсті де тап-таза әдемі аккуратно шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Апта сайын пайдалы видеолар шығатын болады. Менің каналымда және басқа құрақтың түрлері бар.